Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ал бүгін небәрі 30 минутта дайын болатын шоколадты рулет дайындаймыз. Мұндай рулетті әрбір қыз келіншек дайындап білуі керек. Себебі оңай, қолжетімді, өте тез дайындалады, ал дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бізге 4 жұмыртқа қажет болады, оны ағы мен сарысына ажыратамыз. Қант, сұйық май, сүт және де құрғақ ингредиенттер. Бұл жерде ұн, какао, қопсытқыш және жүгері крахмалы. Ең алдымен жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосамыз, миксерлеуді бастаймыз. Осындай ірі көпіршіктер пайда болғанда қантты себелеп, біртіндеп қосамыз. Қантты толығымен қосып болғаннан кейін ғана миксердің жылдамдығын арттыруды бастаймыз. Бұл процеске 3-4 минут уақыт кетеді. Формасын ұстайтын, ыдысты аударғанда ағып кетпейтін меренге күйіне жеткіземіз. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысына сүт пен сұйық майды қосып араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді өзара мұқият араластырамыз. Сары уызды массаны ақ уызды массаға қосамыз. Силиконды күрекшенің көмегімен жоғарыдан төменге қарай массамызды басып алмай араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде електен өткізіп, 3-ке бөліп қосамыз. Әдеттегідей жоғарыдан төменге қарай нәзік үлпілдек массамызды басып алмай араластырамыз. Пергамент төселген противеньге массамызды біркелкі етіп жайғастырамыз. Менде стандартты противень, оның өлшемі ұзындығы 40, ені 30 см. градуста 15 минутта пісіп шығады. Дайын болғандығын ағаш таяқшамен тексереміз, құрғақ болып шығуы керек. Таза пергамент қағазына аударып қоямыз. Қорж суығанша кремін дайындаймыз. Менде крем үшін творожный сыр және қант ұнтағы. Біркелкі болғанша шамамен 1 минут миксерлейміз. Суық глегейді қосып, біркелкі формасын ұстайтын крем болғанша араластырамыз. Миксерлеген кезде кремге артық ауа енеді, сол себепті силиконды күрекшемен мұқият араластырып аламыз. Дайын болған кремді суыған қорждың үстіне біркелкі етіп жайғастырамыз. Аз ғана кремді рулетті әсемдеу үшін алып қалдым. Пергамент қағазының көмегімен рулетімізді ораймыз. Қорждың құрамында ұн өте аз болғандықтан өте жақсы оралады. Рулетті қақ ортасынан 2-ге бөліп, подложкаға орналастырамыз. Рулетті осы күйінде қалдырсаңыз болады, немесе үстіне шоколадты глазурь құйсаңыз болады. Сол кезде ешқандай торттан кем түспейтін десерт шығады. Шоколадты глазурь үшін ыстық глегейді шоколадтың үстіне құямыз, 1-2 минутқа қалдырамыз. Кейін мұқият араластырамыз.
шоколадты глазурь дайын. Оны кондитерлік қапқа құйып алсаңыз өте ыңғайлы. Бұл рулеттің дәмі вупи пай тортына қатты ұқсайды. Сол себепті бұл шоколадты рулетті вупи рулет деп атадым. Торт секілді дәмді, ал дайындалуы небәрі 30 минут. Жидектермен, құлпынаймен, таңқураймен әсемдесеңіз, тіптен керемет. Менде бұл жерде аз ғана посыпка және арахис. Нәтижесінде осындай дәмі тіл үйретін, бір бөлігін жеп бастасаңыз тоқтай алмайтын рулет шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Бұл рецепт бойынша мінсіз рулет шығады, сіздерге міндетті түрде ұнайды. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ұнап жатса комментарий жазып, лайк басуыңызды сұраймын. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.